тірі және өлі тағам. Сәлем, менің атым Мадина. Сен таң қаларсың, бірақ тағам тірі және өлі болады екен. Сенің ас үйінде 2 сөре бар дейік. Бірі тірі тағамға арналған, оған жемістер, көкөністер, жаңғақтар, бұршақтар және басқа тамақ түрлері жатады. Екінші сөре өлі тағамға арналған. Бұл дегеніміз картоп чипсілері, тәтті пісірмелер, кәмпиттер. Тірі тағам бізді тірілтеді, ақылды, күшті, қуатты етеді. Ол бізді жүрек ауруларынан, семіздіктен, диабеттен, қатерлі ісіктерден қорғайды. Тірі тағамда витаминдер, өсімдік талшықтары мен басқа да пайдалы заттектер көп. Оларды егістіктен жинауға немесе ағаштан үзіп алуға болады. Тірі тағамды шырын түрінде сұйық күйге дейін сығып алуға болады. Өлі тағам адамның қолына түсіп, танымастай өзгерген тағам. Өлі тағам ұзақ бұзылмауы және дәмді болып көрінуі үшін оларға сақтауыштарды, бояғыштарды, фруктозаны және басқа зиянды химиялық заттектерді қосады. Гамбургер, чипсілер, кәмпит және газдалған тәтті сусындар дәмді көрінеді. Бірақ мұндай фастфуд диабет, семіздік, жүрек пен мидың көптеген ауруларын қоздырады. Денсаулығың мықты, күшті және қуатты болғың келсе, балғын көкөністерді, жемістерді және сүт өнімдерін көбірек жеу қажет. Сау болыңыз!